Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін мен сіздерге топтық жарысқа арналған Bamboozle платформасымен таныстыратын боламын. Оны табу үшін ең алдымен поисққа жазасыздар. Алдарыңызда сізде осындай бет ашылады. Платформаны қолдану үшін ең алдымен бізге тіркелу қажет. Тіркелу үшін Join for деген көк батырманы басып, осы арқылы тіркелесіздер Google аккаунт арқылы. Тіркеліп болғаннан кейін Sign in арқылы кіріп, Google аккаунтты жаңағы жазып, құпия сөзімізді жазып, одан кейін барып кіретін боламыз. Кіргеннен кейін сіздерде осындай бет ашылады. Бұл жерде тіркелгеннен кейін мұғалім өз сұрақтар мен тапсырмалардан тұратын ойын құра алады. Бұл сұрақтар көп жауапты, шынайы, жалған деген сияқты әртүрлі форматта бола алады. Немесе дайын ойындар, миллиондаған мұғалімдер жасаған дайын ойындарды іздеп, өз сабақтарыңызда қолдануға болады. Тапсырманы құру үшін менің кітапханам және ойындар деген бөліміне өтіп, осы жерде Game батырмасын басу арқылы сіздер өзіңіздің ойындарыңызды құрай аласыздар. Мен жасаған өзімнің дайын ойыным бар. Осыны қазір кіріп көрсетсем. Бұл жерде менде 9 сұрақтан тұрды және ойнау батырмасын басып, бірінші Bamboozle дегенді таңдайтын боламыз. Және таңдағаннан кейін неше топ, мысалы 2 топ болатын болса, 2 дегенді таңдап, одан кейін классик батырмасын басып ойнайтын боламыз. Басқаннан кейін бізде осындай сұрақтар болады. Жаңа бізде 2 топты құрап алдық қой, және бұл жерде атын өзгертуге болады топтың. Енді бізде бірінші топ кез келген осы жақтағы ұяшықты таңдайды. Одан кейін дұрыс емес деген ответті таңдайтын болады. Дәл сол сияқты рет-ретімен таңдап жауап беріп кете береді. Және бұл жерде оқушыларды қызықтыру үшін осындай ұяшықтар да бар. Мысалы, жаңа көрсеткендей кез келген ұяшықты таңдап қалса, жаңағыдай екінші топ, мысалы 15 очко жоғалтады. Бірінші топқа 25 очко қосылады деген сияқты. Осындай қызықты ұяшықтар да бар. Негізі бұл жерде әр ұяшыққа әртүрлі балл берсеңіз де болады. Және соңында осындай балдарын бізде көрсетіп, ұтқан топты бізге жариялап береді. Ал енді тапсырма жасауды үйретсем, жаңағы менің кітапханам және ойындар батырмасын басқаннан кейін, жаңа Game дегенді басып, өзіміздің тапсырмамызды құрайтын боламыз. Тапсырма құрау үшін бізде оның атын, мысалы, кез келген тақырыпты жазсақ болады. Біз енді создать игру деген батырманы басып, ойын құраймыз. Ал енді осы жерде сұрақтарымызды жазып, жанындағына жауабымызды, дұрыс жауабымызды жазып қоямыз. Бізде points деген жерде ұпай саны, яғни әр сұраққа әртүрлі балл берсеңіз де болады. 5, 10, 15 деген секілді. Деңгейіне қарай өзіңіздің қалаған балыңызды бересіз. Дәл осылай тапсырмаңыз неше сұрақтан тұрады, соның бәрін жазып болғаннан кейін Save батырмасын басып, қайттан менің кітапханам бөліміне кірсеңіз, сіздің жасаған тапсырмаңыз, ойыныңыз тұрады. Ойынды, топтық жарысты оқушылармен қалай бөлісем десеңіз, бізде мына жерде share деген ссылканы копировать етіп, оқушылардың чатына жіберсеңіз болады. Сабақта, топтық жұмыста қолданып көрсеңіздер болады.